Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге алмалы бәліш дайындаймыз. Алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап аппақ болып көпіргенше миксерлейміз, яғни көлемі 2-3 есеге дейін ұлғаюы қажет. Миксердің ең аз жылдамдығымен бастаңыздар, өйткені бірден ең жоғарғы жылдамдықта жасайтын болсаңыздар, массаларыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Ерітілген сары майымызды қосып, миксердің ең аз жылдамдығында араластырамыз. Ұнымызға қопсытқыш қосып, осы електің ішінде араластырамыз және ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп қосамыз. Миксердің ең аз жылдамдығында ешқандай түйіршігі қалмағанға дейін араластырасыз. Кейін алмаларды осылай турап алып, массамызға қосамыз. Жақсылап араластырып алып, формаға салатын боламыз. Менде бұл жерде диаметрі 26 сантиметрлік форма. Сіздер өздеріңіз қалаған формаға салуға болады. Алдын ала пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. Одан кейін 180 градуста 45-50 минуттай пісіретін боламыз. Алма қосылған бәлішіміз дайын. Үстінен осылай қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де менің каналыма келуді ұмытпаңыздар.